Барлық менің сүйікті де сүйкімді оқырмандарыма сырлас достарың Санжар Айдардан жалынды сәлем. Мен жалпы айта берсе осы уақытқа дейін жігітке қалай ұнауға болатындығы жайлы түрлі видеолар, онымен кездесуге қалай баруға болатындығы және тағы басқа көптеген нәрселерді айттым. Бірақ мен көңіл аудармаған бір нәрсе бар. Ол сен жігітті қызықтырмаған жағдайдағы оның өзін ұстау болып келеді. Жігітпен сөйлескен кезде көбінесе оның айтқанын басқаша түсініп қалу мүмкіндігі өте жоғары. Мысалы, ол жай ғана саған сұрақ қойып қалуы мүмкін. Ал сен оны асыра қызығушылық деп қабылдайсың. Бүгін сол үшін мен сендерге көмектесемін. Яғни оның сенде қызығушылығы бар жоғын анықтайтын қажетті белгілер мен оны тексеретін әдістер туралы барлығын айтамын. Сонымен, көп сөз көмір, аз сөз алтын. Дайынсың ба? Онда кеттік. Бірінші, ол көп тер төккісі келмейді. Мысалы, сенімен бірге кездесіп, сөйлесіп, қал жағдайыңды білу үшін. Егер оның әңгімесі қысқа болып және жігіт оны дамытуға күш салмаса, онда бұл сен үшін жақсы белгі емес. Бірақ мүмкін ол көп сөйлемейтін, ұялшақ әрі ұмытшақ болып қалуы әбден мүмкін. Осындай жағдайлар 1-2 рет болып қалса, онда кешірімді болайық. Оның көңіл күйі болмай бос уақыты табылмауы мүмкін. Бірақ бұл іс жиі қайталанып кетсе, онда оның осы видеодағы келесі пункттарды жасамайтынын тексеріп көр. Екінші нәрсе, ол сен туралы мүлдем еш нәрсе есіне сақтамайды. Сен оған өзің туралы қызық нәрселер, факттар айта бастасаң, оның сенде қызығушылығы болмаса, ол барлығын ұмытып кетеді. Жігіт оны есіне сақтап, не істейді дегендей. Мысалы, менің бір қызда қызығушылығым болса, барлығым болмаса да, мен ол туралы өте көп нәрсені есте сақтаймын. Бұрынғы оқиғалар мен алдағы жоспарларды да. Ол кез келген нәрсе болуы мүмкін. Мысалы, сенде гүлдер ішіндегі тозаңға аллергия бар делік, және сен оны жігітке айтқан болатынсың. Уақыт өте келе осы тақырып қайта қозғалған сәтте ол қатты таң қалады. Сонда да оған негізі бәрібір. Айтпақшы, бәрібір демекші, осының тағы да бірден-бір дәлелі бұл жігіттің сені басқа адаммен ара қатынаста болып болмауыңа қызығушылығының мүлдем жоқтығы. Ол қанша жерден қызғаншақ болмаса да, сенің басқа жігітпен хат алысып кездескеніңді де біліп қойса, бұған оның ұнамайтыны айдан анық. Жігіт саған еш нәрсе айтпаса да, бұл нәрселер оның ойынан 1 минутта шығып кетеді дегенге мүлдем сенбеймін. Бірақ егер оған бәрібір болса, ол түр танытпайды. Біреумен қыдырсаң соншама не болыпты тегі? Өз өмірің өзің біл. Басқа жігіттер оған кедергі болмас. Себебі оған жай ғана бәрібір. Және сен оны қыз ретінде қызықтырмайсың. Пункт номер 5. Егер оның сенде қызығушылығы болмаса, ол сенімен басқа қыздарды емін-еркін талқылайды. Егер маған бір қыз ұнап қалса, онда кім бұл? Деп мен оның жігіт таныстары ғана жайлы сұраймын. Себебі мен ішімнен, бұл адам маған кедергі бола ма? Деп ойланып жатамын. Сен онымен кездесесің бе? Жоқ? Онда жақсы, мен сабырламын. Ал егер сен оны қызықтырмасаң, онда бұл кім? Деп көбінесе қыздарды сұрап жатады. Себебі бұл кезде оны сенің жігіттері қызықтырмайды. Сосын ол байқамай сенің құрбыңды байқап қалса, «Вау, бұл кім екен?» десе, осыдан біз жігіттің басқа қыздарға қарағандағы сенің пікіріне бәрібір екендігі бірден байқалады. Себебі ол сені өз болашақ серіктесі ретінде көрмейді. 6. Ол ешқашан сенің өмірің жайлы қызықпайды. Өзің жалпы жігіттен сенің қанша бауырларың бар? Сенің ең жақсы көретін затың қандай деп сұрап көрдің бе? Егер сенде оған деген қызығушылық болса, онда сен бұл сұрақтарға бір толыққанды жауап беруге тырысасың. Мысалы, менің туған әпкем бар. Ол мынау, сонау нәрселермен айналысады және тағы басқасы.
Ал егер сен оған қызық болмасаң, онда жігіт бір қалыпты қызық емес етіп жауап беріп, сен жайлы еш нәрсе сұрамайды. Бірақ әрине кейбір жағдайларда адам өзі туралы әңгімелесуді тым қатты жақсы көруі мүмкін. Және ол сол кезде сенің сұрақтарыңа тым өте ұзын жауаптар айтуы қалыпты болып келеді. Ондай адамдар жай ғана өздерінің қаншалықты керемет екендігін талқылауды жақсы көреді. Және саған ондайлармен кездеспеген жөн. Маған сенсең болады. 7. Сен жігітпен бір ортақ іс-шараларды жоспарлаған кезде, оның қашан болса да уақыты жетпей жатады. Мүмкін ол келісер, бірақ тура соңғы сәтте бас тартады. Немесе оның қолы әрдайым бос емес болады. Бұл сенің құлағындағы лапша болып келетіні айдан анық. Себебі егер сен біреуге ұнағанда, онда ол қалай болсын сен үшін бос уақыт табуға тырысады. Қалай болса да. Мүмкін бұл апта қатты ауыр болып, келесі аптаның бейсенбісі сендер кездесетін күн болмақ. Үміттенеміз әрине. Бірақ бұл олай болмаса, онда жігітке сендер кездесесіңдер ме? Жоқ па, бәрібір сияқты. Және бүгінге соңғы пункт бұл жігіттің саған тура басқаларға сияқты қарау болып келеді. Егер ол саған мейірімді көзқараспен қарайтын болса, басқаларға да тура солай қарау мүмкін. Ал кейде оның қырындауы да байқалып қалса, оның барлығымен қарым-қатынасы солай екендігі белгілі болып жатады. Мүмкін ол жігіттің мінезінің өзі сондай, және ол еш нәрсе білдірмейді. Мен соңғы кездері жігіт сені ұнатқанда қалай білдіртіп қояды деген тақырыптағы өз видеоларымды қарап шықтым. Және біле білсеңдер, мен ондағы кейбір іс-әрекеттерді дос құрбыларыма байқаусызда жасап қоямын. Ал егер сен түні бойы ұйықтамай, жігітке ұнаймын ба, әлде жоқ па, есебінен уайымдап, осы видеодағы пункттер сәйкес келмесе, онда өкінішке орай сен оған шынымен де ұнамайсың. Бірақ кейде мәселе сенде болмауы мүмкін. Бірақ құда кісі айтқандай, сен басқаларға қарағанда қанша жерден піскен дәмді шырын болсаң да, біреуге сол шырын мүлдем ұнамауы мүмкін. Егер қандай да бір себептермен сен осы видеоны көріп, өз көңіл күйіңді түсірсең, мен саған олай жасамауға кеңес беремін. Себебі сен өте сұлу жансың, және сенің сырлас досың сені өте қатты жақсы көреді. Келе қойшы қасыма. Ал бүгінге осы айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Видео ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен, Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.